Сәлеметсіздер ме 3 сынып оқушылары? Бұл видеода қазақ тілі 3 сынып оқулығының 91 сабағын талқылап түсіндіріп беретін боламын, яғни 55 бет. 91 сабақ 32 жаттығудан басталады екен. 32 жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Яғни бізде ғылым таппай мақтанба деген Абай атамыздың өлеңі берілген. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарлығын шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз дейді. Бізде мына жерде 5 түрлі тапсырма берілген. Осы тапсырмаларды әрқайсысын бөлек-бөлек ажыратып орындаймыз. Бірінші, өлеңнің авторын ата дейді. Ол туралы білетініңді айт дейді. Яғни өлеңнің авторы Абай Құнанбаев. Ол қазақтың атақты ақыны, ұстаз, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы. Яғни мына бірінші сұрақтың жауабы осыны жазамыз. Келесі, өлеңнің жалғасын айтып көр дейді. Өлеңнің жалғасын былай жазып қойсақ болады. Тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Яғни мына жолдардан кейін мына жолды жалғастырып айтсақ болады. Келесі, өлеңдегі негізгі ой не деп ойлайсың дейді. Үшінші, өлеңнің негізгі ойы жаман қасиеттерден аулақ болып, жақсы қасиеттерге жақын бол дегенді білдіреді. Егер талаптансаң, іздегенің алдыңнан шығып, үлкен жетістіктерге жетесің дейді. Ешқашан жалқау болмау керек деген ойды жеткізіп тұр. Яғни осы өлең шумақтарының мағынасы міне. Келесі, төртінші, өлең неліктен ғылым таппай мақтанба деп аталған дейді. Өлеңнің тақырыбының мағынасы оқуға құштар болу керек, ғылыммен айналысу керектігі жайында айтып, және оған тез жете алмайтынымыз жайында түсіндіріп тұрғандықтан ғылым таппай мақтанба деп ат қойған. Келесі, өлеңді көшіріп жаз, болымсыз етістіктердің астын сыз дейді. Яғни мына өлеңді көшіріп жазамызда бізде болымсыз етістіктердің астын сызамыз. Бізде болымсыз етістіктер мына жерде тұр. Мақтанба, баптанба, шаттанба. Осы етістіктердің астын 2 сызықпен сызып шығамыз. Осылай біздің 32 жаттығуымыз аяқталады. Келесі 33 жаттығу. Сызба бойынша сипаттау мәтінін құрап жаз дейді. Сызба бойынша, яғни бізде болма дейді. Мына жерде әртүрлі сөздер берілген, яғни қорқақ болма, қатыгез болма, өтірікші болма, тәртіпсіз болма, әдепсіз болма дейді. Келесі, яғни бол деген, өжет бол, шыншыл бол, тәртіпті бол, мейірімді бол, әдепті бол дейді. Осы сөздерді құрастырып, мәтін құрастырып жазуымыз керек. Яғни мен мысал ретінде бір мәтін құрастырып жаздым. Оқып берейін. Ата-анам маған әрқашанда өтірікші болмау керек деп айтып отырады. Себебі адамдар шыншыл болса, көптеген жетістікке жетеді екен. Сондай-ақ әдепсіз, тәртіпсіз болмау керекпіз. Іні қарындастарымызға әдепті, тәртіпті болудың қандай екенін оларға көрсетуіміз қажет. Әжем мен атам қатыгез, қорқақ болмау керек дейді. Себебі өжет, әдепті болу адамның бет бейнесін көрсетіп тұрады. Ал адамның жүзінен оның тәрбиесі көрінеді дейді. Келесі 34 жаттығу, мақалды жаттап ал. Оның мағынасын бір-біріңе түсіндір дейді. Яғни мына мақалды жаттап аламыз. Қорқақты батырға санама, жаманды жақынға санама дейді. Яғни бұл мақалдың мағынасы батыр адам деген үнемі айналасына көмек беріп жәрдемдеседі. Біреу жаудан қорғайды. Ал қорқақ адам үнемі қиындықтан қашып шет жүреді. Сол үшін де қорқақ адамнан аулақ бол дейді. Келесі 35 жаттығу, шығармашылық үзіліс. Шашылған бөлшектерді, яғни пазлдарды дұрыс құрастырсаң, мақалды оқи аласың дейді. Яғни мына пазлдарды құрастырып, мақалды табуымыз керек. Бұл жерде өткен іске өкінбе деген мақал шығады бізден. Өткен іске өкінбе. Келесі